Сондықтан да қазір мына билік өгізді өлтірмей, арбанды сындырмай, жаңа Қазақстан жасаймыз деді ғой. Жасаңдар. Жаңа Қазақстан жасайтын егер мемлекет басқарып отыр азамдар, мынау халықтың осындай жаңа елдің сөзін сөйлейтін, шындықты айтатын партияларды тіркей отырып, сол партиялармен ақылдасып отырса, ол несі жаман. Әбекен айтқандай, неменесінен қорқады. Онадан қорыққан орманға бармайды дейді. Қасқырдан қорыққан орманға бармайды, онадан қорыққан мал жеймайды. Сондықтан да айтарым, мына партияларды тіркеп, бағына тағы да қайталап айтамын. Шындықты айтқаның бәрі қас емес, мақтағаның бәрі дос емес екенін кешегі мына президент, бұрынғы президент, экс-президент кеткеннен кейін де көрдік қой, айналасы. Бұрын ол туралы ода айтқан, опера жазған, небір ән жазғандар, ол ескі президентті ұмытып кетті да, жаңа президентті мақтап жүр. Осындай адамдардан сақ болу керек, бұндай адамдарды Шыңғысхан баяғыда қатаң түрде жазалаған жоқ. Оларды ібілістің сыбайластары. Сондықтан ағайын шындыққа бет бұру керек. Ұлы далада арамдық, жалғандық ұзаққа созылмайды. Ұзақ тарихымыздан бері. Сондықтан да елдің ертеңі бүгіннен де жақсы болсын. Еліміздің басында халыққа ойлайтын, жер қасиетімізді қорғап қолдайтын, жатқа кеткен есемізді қайтаратын текті азаматтар билікке келе берсін деп тілеймін. Алла жар болсын халқымыз.